Хей, барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Ройд. Чотам, қалайсыңдар? Короче, біз бүгін дейтін қалай Minecraft Pocket Edition'ды қалай андай Java Edition'ге ауыстыру керектігін айтатын боламын. Бұл дейтін достар мод. Ойлап қалмаңыздар, кәдімгі Minecraft'тың официальный несі өзгереді деп. Жоқ, кәдімгі просто текстур пак. Ал так, сіздерге обзорды бастайық. Сендер видеоға лайк басып, коммент жазып отырыңдар, алып кетті. Играть достар. Сіздер ең алғаш осындай болып тұрады, сіздерде ең алдымен сіздерге незет өйтіп тұрады, бірақ сіздер осындай жері сіздерге өзгермей қалады. Осындай жерін білмеймін, әйтеуір өзгермей қалған ба, анау короче разработчиктер дұрыс істемеген. Ал бірақ мына жерде андай мирді настроить ететін жерде күшті істеп қойған, кәдімгі Java Edition болып. Так, кеттік, мир ашайық өзіміздің мирімізді. Так, мирный кеттік. Сосын астында готов дегенді басады. Жоқ, ойбай готов емес. Так, қайтан қателесіп кеттім. Жақта дейтін басамыз, мирный и плоский кеттік. Астына сізде модты қосуға болады. Мына модтың ссылкасы описаниеда болады. Сіздерде ойнап, короче, сөйтсеңіздер болады. Кәдімгідей сіздердің настройкаларыңыз пік сияқты болып кетеді бәрі. Так, кіріп жатыр. Так. Кіре берсін. Кіріп болғанша дейін лайктарыңызды басып отырыңыздар. Так, крик. Набор синих грузится с миром. Подождите, пожалуйста. Кеттік. Загрузка етіп жатыр бізде. Так, кірсін. Так. Генерация ландшафта, создание мира. Так, кіріп алсын. Сіздер айта алмадым үшін. Так, көрсетейін. Не достар, көріпсіздер. Сразу достар, инвентарды астында сіздердің зат қоятын зат инвентарды көріпсіздер, өзіңіз біліпсіздер. Мияқта кәдімгі пік сияқты болып кеткен, астын қараңыздар. Еще мияқта андай сандары блоктардың нешеу екені астында көрініп тұрады. 64 мысалы. 64 блок па, 64 деп тұрады. Так, енді сіздерге қазір инвентарды ашып көрсетейін. Мияқта дейтін, бізде дейтін әртүрлі қазір инвентарды ашып көрсететін боламын. Так, мына қатып отыр жоқты достар, күте тұрыңыздар. Міне, так болды. Крикіне достар, көріп тұрсыздар. Неяқ дейтін вообще кәдімгі пік сияқты болып кеткен ғой, короче. Қараңыздар. Не көріп тұрсыздар, не астын бәрі кәдімгі пік сияқты дәл. Не көріп тұрсыздар. Кәдімгі. Еще достар, сіздер айтпақшы бір нәрсе айтып кетейін. Не бейт шыққан кезде, менюді басқан кезде, міне көріп тұрсыздар, бәрі пік сияқты тұр дәл. Настройка бәрі дәл. Пікіде қандай? Пікі Java Edition'де, яғни солда қандай болып тұр, дәл солай болып тұр ғой. Сіздерде жазып ойналыңыздар. Керемет мод сіздерге. Так, мен дәл осындай мод кайф. Просто кайф ол мияқта дейді. Сіздер YouTube түсіргенде немесе басқа бір кино түсірсіздер ма, сол кезде андай нукпен про түсіруге, сондай кезде сіздерге керек болып қалуы мүмкін. Ал так что модтың ссылкасы описаниеда, сіздер жазып ойналыңыздар. Ал сіздермен болған мен Ройд. Ал давайте видео қысап қалып жүрмеңдер. Ал давайте менаспен видео түсіргенімді қаласаңыздар, комментарий жазып кетіңдер. Ал достар, сіздермен болған мен Ройд. Қош сау болыңыздар. Давайте.